Барлықтарыңызға сәлем, арнама қош келдіңіздер. Сіздермен жұп-жұмсақ болып шығатын кекстің рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны көрмес бұрын міндетті түрде арнама тіркеліп алыңыздар және де осы рецептпен жасап қараңыздар. Өте оңай дайындалады. Ең алдымен ыдысымызға 3 жұмыртқамызды саламыз, үстінен өлшеніп алған қантымыздың жарты бөлігін салып, миксердің ең төменгі жылдамдығында араластырып алатын боламыз. Жартылай миксерлеп алғаннан кейін үстіне қантымыздың қалған бөлігін салып, маса қою болғанға дейін миксерлеп алатын боламыз. Шамамен 3 минуттай миксерлеп алғаннан кейін үстіне өлшеніп алған сұйық майымызды және де жылы сүтімізді құямыз. Қопсытқыш немесе ас содасын пайдалансаңыздар болады. Оны да салып араластырып, өлшеніп алған ұнымызды қосып, біркелкі маса келтіріп аламыз. Және де жұмыртқаның иісі шығып қалмас үшін үстіне лимонның суын құятын боламыз. Осылай құйып алғаннан кейін барын араластырып, біркелкі маса келтіріп аламыз. Дайын масаны ала тұрып, формамызды дайындап аламыз. Формамыз ішіне осылай қағаз төсегіштерді салып, үстіне қасықтың көмегімен жартылай етіп массамызды құйып шығамыз. Егер де сіздер ішіне начинка салмайтын болсаңыздар, толтырып массаны құйып алсаңыздар болады. Мен ішіне осылай вареный сгущенка пайдаланғандықтан жартылай етіп құйып алдым. Қалған бөлігін үстіне құятын боламыз. Сіздер өз қалауларыңызға қарай начинкалар пайдалансаңыздар болады. Яғни творожный масса немесе орех деген сияқты. Осылай барлығын салып алғаннан кейін үстіне қалған массамызды құйып шығатын боламыз. Және де ескертетін жайт, осы жерде қатты толтырып құйып жібермеңіздер. Егер толтырып құйып жіберетін болсаңыздар, кекстарымыз ісіп, жарылып, және де шеттеріне ағып кетуі мүмкін. Сондықтан өз нормасында құйғандарыңыз дұрыс. Үстіне өздеріңіз қалауларыңызға қарай әрлейсіздер. Мен осылай грек жаңғағын пайдаландым. Және де духовкада 100 градуста жарты сағат 40 минут шамасында пісіріп аласыздар. Мінекей біздің кекстар дайын болды. Өте әп-әдемі болып шығады және де біркелкі болып шығады. Осы рецептпен менде 12 штук кекс шықты. Ортасы толықсай піседі. Түсі де әп-әдемі болып шығады. Сіздер де міндетті түрде жазып қараңыздар, және де жасағандарыңыз болса, комментарияға өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар.